Құрметті балалар, мен мейірімді мұғалім атты жарысқа қатысқалы жатырмын. Сол себептен шынайы өмірде қалай жұмыс істеймін, соны таныстыруға айтқым келеді. Сіздер егер шын болса шын деңіздер, жалған болса жалған деңіздер. Бірақ балалар, тау үшін өтірік айтпаңыздар. Кесіп мен нені жек көремін? Өтірік айтпаймын. Мен шындықты ғана жақсы көремін. Не болса да, бір сөйлем болса да, өз ойыңды, өзіңнің шындығыңды айт деп. Сондықтан егер мен айтам, айтсам, бола берсін, түк етпейді. Шын болса шын, жалған болса жалған деңіздер. Ал кеттік. Құрметті мейірімді ұстаз байқауының абылғазылары, менің аты жөнім Төлеухан Құнанбайқызы. Мен не істемеймін? Мен ешқашан үй тапсырмасын тексермеймін. Мен үй тапсырмасын орындамай келген балаға ұрыспаймын. Мен бүкіл сыныптың үй тапсырмасын айтып жатырмыз ғой, бүкіл сыныптың үй тапсырмасын тексермеймін, бір-екі баланың ғана тексеремін. Мен кешігіп балаға ескерту жасамаймын. Мен барлық баланы жақсы көремін. Мен балаларды құшақтаймын. Мен сабақ кезінде серік түсатын жасамаймын. Тек қана сабақ өткіземін. Мен негізі үздік педагог болғандықтан қатал мұғаліммін. Бірақ мен талап қоямын жаңағы әр тапсырманың орындалуына. Мен сабақта бірде-бір бала түсінбей қалуын қаламаймын. Барлық бала түсінген қалады. Егер бір бала түсінбей қалса, оған қайтадан түсіндірмеймін. Сол тағы не қылады? Мен барлық баланы бірдей жақсы көремін. Мен барлық баланы бірдей жақсы көремін. Мен осы сыныпты 7 ғана қатты жақсы көремін. Біз арасында 3 секундқа күліп аламыз. Оны сауыштар ес қояды. Біз 5 сыныптан бастап жерде біліп аламыз. Біз ешқашан бір-бірімізге ұсыныс айтқан кезде ренжімейміз. Иә, ренжитіндер бар екен. Сол тағы не айтсам болады? О, 7-ші краш деп ойлаймын. Кішкене атама қойшы. Атама қойсыш. Рас ма? Сіз, бала шын болса шын, ол рас ма? Малика, жылжы. Құрметті оқушылар, қыздар, кешіріңіздер, бізде уақытымыз. Күлмеңдер. Ал, шуламайыз болып бастаймын. Бастаймын, егер шын болса шын, жалған болса жалған деңіздер, бұл маған байқауға қажет. Мен күнде үй тапсырмасын сұрамаймын. Мен дәптер тексермеймін. Балалар жақсы көремін, тексермей бағасын қоя саламын. Мен ауызша сұрақтар қоймаймын. Мен сабақта ойнаймын. Біз сабақта кейде билеп аламыз. Сабақта түгел балалар түсінгенше түсіндіремін. Ешқашан мен 5-10 минутқа ерте балалар жіберемін сабақта. Мен күнде қуанып келемін. Дұрыс енді айту керек, шындық па. Мен балалармен сөйлесемін. Мен балаларға көп ұрсамын. Біреуге көп ұрсам, біреуге ұрспайды екенмін. Жоқ, енді ұрсам бар ғой, ол өзі несіне дәлелмен ұрсады. Жарайды, енді бар шындығымыз осы. Арасында ұрыс қоямын ба? Арасында ұрсатым рас екен. Бар шындығымыз осы, рахмет.